Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта болса біз сіздермен түс датчигін қолданып, онымен түрлі программалар жазатын боламыз. Түс датчигінің болса 3 түрлі режимі бар. Яғни біріншіден ол 7 түрлі түсті ажырата алады. Екіншіден заттың бетіне шағылысқан жарықтылықты анықтай алады, яғни яркость отраженного света. Және үшіншіден бөлменің жарықтылығын біле алады. Олай болса, осы түс датчигін қолданып алғашқы программамызды жазайық. Бұл программа бойынша түс датчигі көрген түстерді ажыратып, әрбір түстің атауын ағылшын тілінде атауы қажет. Ол үшін кабель арқылы біздің модулімізге жалғаймыз. Датчиктер білесіздер, тек қана санмен берілген порттарға жалғауға болады. Бірінші портқа жалғайық. Bluetooth арқылы байланыс орнатамыз. Мінекей қосылды. Енді алдымен цикл қоямыз программамызға. Циклдің ішіне ауыстырып қосқыш, яғни переключатель қоямыз. Бұл жерден болса түс датчигін таңдаймыз. Датчик цвета, измерение және түс, яғни цвет. Осы жерден болса жоғары жақты көріп тұрсыздар, міне 7 түрлі түс бар. Алдымен қарадан бастайық. Қара көрген кезде black деп айту керек. Дыбыс қоямыз. Дыбыстың ішіне звуковой файлы, лего және түстер деген бума бар, осының ішіне таңдауға болады. Сонымен қатар алдыңғы сабақтағыдай қазақшада аттарын өзіңіз жазып, осы жерге орналастырсаңыз да болады. Екінші түс көк. Тағы түстерді қосу үшін жоғары жақтағы плюс таңбасын басамыз. Кішкентай мінекей астына қарай қосылып жатыр. Егер мұндай көрсетілім сізге ұнамаса, мына жақтағы сол жақтағы батырманы бассаңыз, ұзыннан көлденеңнен көрсетілетін болады. Үшінші енді жасылды қояйық. Осылайша барлық түстерді қойып шығамыз. Мінекей барлық түстерді қойып шықтық. Енді тек қана ең соңғы нұсқамызды қоямыз. Мына жерден егер ешқандай түсті ажырата алмасан деген нұсқа бар, осыны қояйық. Және мына жерге қара нүктені орналастырамыз. Қарапайым қалыпты жағдайдағы нұсқа болып табылады, яғни вариант по умолчанию. Осы жерге егер түсті ажырата алмаған болса, онда тоқтата салайық, остановка дейміз. Программаны іске қосып көрейік енді. Тым жылдам айтып жатыр, сондықтан да 1 секунд күтуді қойып қояйық. 1 секунд ожидание. Мінекей циклдің ішіне қоямыз, қайтадан қосып көрейік. Мінекей жұмыс істеп тұр. Енді келесі тапсырма. Роботымыз осы түстерді жүріп бара жатып өзіңнен айтып отыруы қажет. Ол үшін осы датчигімізді роботтың алдына орналастырайық. Бұлай орналастырсақ тым төмен болып қалатындықтан осылай орналастырғанымыз жөн. Ол үшін біз мынандай келесідей детальдарды аламыз. Мінекей көрініп тұрған болар. Мінекей мынандай. Бұлай орналастырамыз. Енді осы детальді датчигімізге орналастырамыз. Мінекей. Енді осыны роботымызға орналастырамыз. Программада болса,
Двигателімізді қосып қояйық. Двигателіміз бізде үнемі қосылып тұрсын. 50 тым жылдан болып кетеді, сондықтан да 10 деп қояйық. Тексеріп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай 10 тым жылдан болып кетті. Бұл жерде немесе жылдамдықты тағы да төмендетсек болады, немесе күтуді сәл азырақ қояйық. 0,5 деп қояйық. 0,5. Ал енді көрейік. Жылдамдығымызды 5-ке қойып қояйық. 2 есе азайтамыз. Датчигіміз кейбір кезде түстерден қателесіп жатыр. Сіз осы эксперимент жасап көрсеңіз болады. Жылдамдықпен таймердің уақыттарын ауыстырып. Әрі қарай кеттік. Енді келесі режиммен жұмыс жасап көрейік. Келесі режим бізде бөлменің жарықтылығын анықтауға арналған режим. Ол жерден қарап көрсең, мына жерге бассақ, мына бір порттардың көрсетілімін қосатын болсақ, датчигінің үстінен басамыз және осы жерден яркость внешнего освещения деген таңдаймыз. Яғни бөлменің жарықтылығын көруге болады осы жерден. Жарыққа қаратсаңыз, датчигіміз жарығырақ көрсетеді, және қараңғыға қойсақ, төменірек болады. Енді осы бір мәліметті роботтың экранына шығарайық. Роботтың экранына бұл мәліметті шығару үшін алдымен цикл қоямыз. Циклдың ішіне сары блокқа өтеміз. Бұл жерден түс датчигін таңдаймыз. Түс датчигі. Осы жерден бағанағы бөлменің жарықтылығын көрсететін режимді таңдаймыз. Әрі қарай кеттік. Енді осы алған мәліметімізді біз шығару керекпіз дисплейға. Ол үшін бізге изображение емес, текст керек. Мәтінді таңдаймыз, пиксель. Майнштормс деген жерге басып, проводной таңдаймыз. Мінекей бізде Т деген текст қоятын блок пайда болды. Осы жерді жалғаймыз біздің бағанағы датчигімізбен. Мұны сол жақ жоғарғы бұрышта көрінетін болады. Енді қосып көрейік. Қараңғыға қойсам, төмендейді, 7-8 жарық апарған сайын көтеріле береді. Максималды жарықтылығы бұл жерде 100 болып табылады. Енді осы алған цифрамызды біздің двигательмен байланыстырамыз. Яғни қандай жарықтылық болса, біздің двигателіміздің жылдамдығы да сондай болуы керек. Ол үшін міне включить деген қойдым, шексіз қосыла берсін моторымыз. Осы жерден бағанағындай алып, датчиктің мәнін жылдамдыққа қосамыз, мінекей. Ал енді қосып көретін болсақ, мінекей, датчикті қараңғыға қойсам, ақырын жүреді, жарыққа қойдым, тезірек жүрді. Ал енді келесі тапсырма. Келесі тапсырма бойынша роботымыз қызыл түсті көргенде ғана орнынан қозғалуы керек, алды қарай жүру керек, яғни. Ал егер көк түсті көретін болса, онда тапжылмай бір орында тоқтап қалуы керек. Енді осының программасын жазуды мен сіздерге көрсетейін. Алдымен циклды қоямыз. Циклдың ішіне күту, яғни қызыл түсті көрмейінше күтіп роботымыз тұру керек. Ол үшін түс датчигін таңдаймыз, салыстыру және түс. Мінекей мына жерде түстер пайда болды. Түстердің ішінен тек қана қызыл түс бізде қосылып тұру керек. Енді
Қызыл түсті көрген кезде роботымыз алдыға үнемі шексіз қосылып тұрсын 10 деген жылдамдықпен. Міне. Ал енді көк түсті көретін болса, ол үшін қайтадан күтуді қоямыз. Түс датчигі салыстыру түс және мына жерден қызыл түсті алып тастаймыздағы көк түсті таңдаймыз. Көкті таңдадық. Егер көк түсті көретін болса, онда роботымыз тапжылмай бір орында тоқтай қалуы қажет. Ол үшін двигательді қойдық тағы мына жерден выключить таңдаймыз. Өшірдік двигателімізді. Ал енді программаны іске қосып көрейік. Мінекей роботымыз өшіп тұр. Қызыл түсті көрсететін болсам, жүреді. Көк түсті көрсеттім, тоқтады. Тамаша, программамыз жұмыс істеді. Ал енді келесі тапсырма. Роботымыз қалыпты жағдайда 20 деген жылдамдықпен жүріп бара жатады. Егер қызыл түсті көретін болса, онда жылдамдығы артуы тиіс, яғни 50 мен жүру керек. Ал егер де көк түсті көретін болса, онда жылдамдығын 10-ға дейін төмендетуі қажет. Ол үшін бағанағы датчигімізді орнына қояйық мына жерге. Енді программасын жазуға кірісейік. Бұл жерде алдымен қалыпты жағдайдағы двигательдерімізді қосып қояйық. Қалыпты жағдайда роботымыз 30 бен жүру керек. 30. Енді цикл қоямыз. Циклдің ішіне ауыстырып қосқыш. Бұл жерден ауыстырып қосқыштан түс датчигін таңдаймыз қайтадан. Түс датчигін таңдағаннан кейін салыстыру таңдаймыз. Измерение емес, сравнение таңдаймыз. Сравнение цвет деген бөлікті таңдаймыз. Осы жерден алдымен қызыл тұра берсін бізде. Егер қызылды көретін болса, онда бағанағы двигателіміздің жылдамдығы артуы керек, яғни 50 мен жүру керек. Включить қосамыз. Ал егерде қызыл түсті көрмейтін болса, онда бұл жерге қайтадан ауыстырып қосқышты қоямыз. Мінекей, бұл жерден тағы да түсті таңдаймыз. Сравнение цвет. Бағанағындай көк түсті таңдайық. Қызыл түсті алып тастаймыз. Қызыл емес көк түсті көретін болса, онда роботымыз мүлдем ақырын жүру керек. Мүлдем ақырын жүру үшін двигательді қойып, 10 деген жылдамдықты қоямыз. Ал егер екі шартымызда орындалмаса, онда роботымыз қалыпты 30 деген жылдамдықпен жүруі қажет. Енді осыны іске қосып көрейік. Міне қараңыздар. Қызылды көрбеді, бірден жылдам жүріп кетті. Ал бірақ қызыл біткен бетте қайтадан жылдамдығын төмендетіп тастады. Көкті көрген кезде ғана қайтадан жылдамдығын төмендеткен болатын. Ол үшін қызыл көргенде сол жылдамдық сақталып қалу үшін көкке дейін онда біз мына жерге күтуді қойып қоямыз. Циклымыз қайта-қайта айналмау керек. Ожидание қоямыз мінекей циклдың ішіне. Осы жерден түс датчигін таңдаймыз, салыстыру түс. Және қызыл мен көкті ғана таңдаймыз. Біздің циклымыз көк түсті немесе қызыл түсті көрген кезде ғана әрі қарай программамыз жүретін болады. Яғни робот қызыл түсті көрген кезде 50 деген жылдамдық сақталса, осы 50 деген жылдамдықпен әрі қарай жүре беретін болады. Қосып көрейік олай болса. Міне жұмыс жасады. Қызыл көргенде жылдамдығын арттырды. Мінекей программамыз жұмыс жасады. Енді келесі біздің тапсырма, роботымыз мына жерде көрсетілген қара жолақтар санын санап шығуы тиіс. Олай болса, программасын жазуға кірісейік. Бұл жерде программаны жазу үшін бізге математикалық блок керек болады, яғни мынандай қызыл блок.
Бұл блокпен жұмыс жасауды алдағы сабақтарда толығырақ үйренетін боламыз, ал қазір қысқаша шолып өтейік. Алдымен қара түстердің санын санап отыру үшін бізге айнымалы қажет. Міне, айнымалы деген бірінші блокты қойдық. Жоғарғы ақ бұрыштан басамыз. Добавить переменную, айнымалы қосамыз. Айнымалымызға ат беріп қойайық. S деп беріп қойсам болады. Окей. Міне, S деген айнымалы пайда болды. Осы жерден жазу, яғни записать числовое значение деген мән қабылданып тұру керек. Бастапқы мән бізде 0 болу керек. 0 тұр бізде. Енді двигателімізді қосамыз. Двигательдеріміз бізде қосылып тұрсын 10 деген жылдамдықпен. Қостық двигателімізді. Енді оның ішіне цикл қоямыз. Циклдің ішіне біздің роботымыз күтуі керек. Қара түсті көргендігін. Датчик цвета, салыстыру түс. Осы жерден біз таңдаймыз қызылды емес, қараны. Қара түсті таңдадық. Егер қара түсті көретін болса, онда S деген айнымалының мәні 1-ге артуы қажет. Яғни бұның мәніне 1 қосылуы тиіс. Ол үшін қызыл блокқа өтеміз. Қайтадан айнымалы деген блокты қоямыз. Осы жерден біз записать емес, считывание деген режимді таңдаймыз. Яғни S деген айнымалының ішінде қандай мән бар, соны біз оқуымыз керек. Числовое значениемен таңдадық. Бізде блогымыздың түрі төменге қарай өзгерді. Яғни бұны әрі қарай қолдануымызға болады. Енді математикалық блокты орналастырайық. Міне, математика деген мына жерде блок бар. Осыны қоямыз осы жерге. S-тің мәнін A деген айнымалыға қоямыз, ал B-ға болса 1 тұра берсін. Ортасы қосу мәнінді. Мына жерге ашып көретін болсаңыз, азайту, бөлу, көбейту және тағы да басқа операциялар бар. Бізде қосу тұра берсін. Қосу тұрды. Мінекей. S-тің мәніне, S-тің бастапқы мәні 0. Қара түс көрді. 0-ге біз қосамыз 1-ді. Енді одан шыққан санды қайтадан осы айнымалыға сақтауымыз керек. S қоямыз, записать тұра берсін, мінекей числовое значение. Осыдан шыққан тең деген мәнді осы жерге жаздық. Яғни бізде 1 деген мән сақталды. Енді осы санды экранға шығарайық. Экранға шығару үшін білесіздер, дисплей таңдаймыз. Дисплейден текст, пиксель. Майнштормсқа басып правотной таңдаймыз. Енді қандай мәнді шығарамыз десеңіз, мына жерден шыққан мәнді Т деген бөлікке қоямыз. Олай болса программаны қосып көрейік. Тым үлкен сандар шығып жатыр, көріп тұрсыздар. Енді осыны жөндейік. Неліктен бізде үлкен цифралар шығып кетті? Бұл дегеніміз, яғни бізде бастапқы мәні, S-тің бастапқы мәні 0 болды. Двигателіміз қосылды. Одан кейін циклымыздың ішінде қара түсті көрген кезде айнымалымызға 1 деген сан қосылып жатыр. Ал бұл жерде болса роботымыз қара түсті көрген кезде біздің циклымыз 100 деген рет айналып өте үлкен сандар көрсетіп жатыр. Ал біз былай жасауымыз керек. Қара түсті көргеннен кейін 1 рет қосылды ма, ол циклымыз тоқтап тұру керек. Келесі қара түсті көрмейінше. Ол үшін циклдың соңында мына жерде қайтадан күту қойып қоямыз дисплейден кейін. Бұның ішіне түс датчигін таңдап, таңдаймыздағы ақ түсті қойып қояйық. Біздің жолақтар ақ қара болғандықтан ақ түсті таңдаймыз. Яғни бұл қалай болды? Қара түсті көрді. 1 деген сан қосылды, енді ақты күтіп тұрады. Циклымыз әрі қарай жүгіріп кетпейді. Ақты көрген кезде енді циклымыз қайтадан басына барып қара түсті күтеді. Қараны көрді, 1-ді қосты, 2 болды. Осылай әрі қарай жалғастыра береді. Ал енді қосып көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
өзіміздегі бар жолақтар санын қарап көрсек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тамаша, программамыз жұмыс істеді. Осылайша бүгінгі сабақта түс датчигінің негізгі қызметтерімен таныстық. Келесі сабақта болса ультра дыбыстық датчикпен жұмыс жасап, онымен программалар жазуды үйренетін боламыз. Келесі сабақта кездескенше достар.